Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда бетіңіздің әжімін кетіріп, нәрлендіретін, сұлулығыңызды ұзақ уақыт сақтауға көмек беретін маскалар жайында айтатын боламыз. Егер видеомыз ұнап жатса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір әйел өзінің өмірінің соңына дейін әдемі, сұлу әрі жас болып жүруді армандайды. Кейбір нәзік жандылар бетіне түскен әжімден қатты уайымдап қорқады. Қазіргі таңда косметология саласы дамып жатыр. Оларға барып бетіңізді түрлі жолдармен жасартуға болады, бірақ олай жасағанмен қалтаңызға ауыр тиіп кетуі мүмкін. Қазіргі таңда үй жағдайында бет күтіміне арналған маскаларды жасау өте оңай. Әрі бетіңіздің әдемі болып өзгергенін көріп, одан ләззат алу тіпті керемет. Бір аптада ботокссіз, операциясыз және қымбат құралдарсыз 10 жасқа жасаруға бола ма? Әр туған күн болған сайын өзіңнің бір жасқа қартайып бара жатқаныңды сезіну. Айнаға қарағанда бетке түскен әжімдердің тереңдеп бара жатқаны, көз айналасының салбырауы қатты бүліне бастағанын көргенде, жүзіңіз сыздағандай болып, бұның бәрінен құтылып, қайта жасарып, нұрланып 10 жасқа жасаруға бола ма дейсіз ғой? Болады әрине. Бет адам терісінің әрдайым көзге көрініп тұратын жері, сондықтан сыртқы ортаның бет терісіне қалдыратын іздері өте көп. Сонымен қатар, бет адамның айнасы деген. Көптеген сыртқы әсерлерден адам бетінің терісіне бастапқыда білінер-білінбес әжімдер түседі. Уақыт өте келе, ол әжімдер тереңдей бастайды. Бетті күтуді 20 жастан бастау керек, өйткені терідегі маңызды гиалурон қышқылы 25 жастан кейін азая бастайды. Үй жағдайындағы жасалған күтімдер жақсы нәтиже беруі үшін алдымен бетке жасалған маскалардың құрамы қандай бетке сәйкес келетінін білген маңызды. Құрғақ па, майлы ма, аралас бетке ма, сонымен қатар жас ерекшелігіне де қараған жөн. Себебі бетіңізге жаққан маска сізге сергектік, жұмсақтық, жайлылық әкелуі керек. Ал егер ондай болмаған жағдайда, бетіңізге сәйкес келетін масканы дұрыстап таңдап қолданған жөн. Өйтпеген жағдайда кері әсер беруі мүмкін. Масканы жасарда темір ыдысқа салып, ас үй заттарымен жасамаған жөн. Себебі темір масканың құрамын өзгертеді. Маска жағар алдында міндетті түрде бетті тиімді тазартатын құралдарды пайдаланып, тазартып барып жасау керек. Күнделікті, уақытылы қолданғанда ғана нәтиже беретін естен шығармаған жөн. Әжімге қарсы маскалар бет терісін сергітіп, жасартып, қалыпқа келтіру әсерін беруі керек. Соған орай мен сіздерге кивиден әртүрлі беттерге арналған бірнеше маска түрін ұсынбақпын. Жалпы киви тропикалық, жеуге жарамды жеміс. Киви антиоксиданттарға бай жеміс. Құрамында лимонға қарағанда 2 есе дерлік С дәрумені бар. Антиоксиданттардың жоғары концентрациясы арқасында бұл жемісті тұтыну бос радикалдармен тиімді күресуге, терінің серпімділігін жақсартуға және ішкі жағынан әжімдерді азайтуға көмектеседі. Бұл жемісі бар маскалар терінің барлық түрлеріне жарамды. Олар құрғақ теріні ылғалдандырады, майлы тері жағдайында май секрециясының деңгейін реттейді және пигментациямен күресетіндерге оны жеңілдетуге көмектеседі. Бұл жеміс витаминдерге толы. Киви беттегі артық майлық теріні бейтараптандырады, май түтіктерінің жұмысын қалыпқа келтіреді және гиперпигментациямен күреседі. Белсенді күңгірттендіреді, сергітеді және жұмсартады. Терге балғын, сау түс береді. Әжімге қарсы тағы бір жақсы маска. Бұған кивиден басқа Е витаминінің 2 тамшысы және піскен авокадо керек. Мықты әсер беру үшін осы 3 затты жақсылап араластырамыз. Оны таза бетке 1-2 минут жеңіл массаж жасай отырып жағып, сосын 20 минуттай тағы да ұстаймыз. Жылы суменен жуып тастаңыз. Егер аптасына 2 рет үзбей жасайтын болсаңыз, онда көп күттірмей бетіңіздің келбеті нәрленіп, әжімдер кете бастайды. 2 ас қасық киви жұмсағына 1 жұмыртқаның ағы және жарты шай қасық зәйтүн майын қосып араластырыңыз. Масканы бет, мойын және кеудеге жағып, 10-15 минуттан соң жылы түймедақ қайнатпасымен жуып тастаңыз. Бұл маска сіздің бетіңіздің солғын терісін қалыпқа келтіреді.
2 ас қасық киви езбесін, 1 ас қасық алма езбесі және 1 ас қасық қою кілегеймен араластырыңыз. Қоспаны бетке жағып, 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Бетті мұзбен немесе салқын, газсыз минералды сумен жуыңыз. Бетіңіз өздігінен кепкенше күтіңіз, сүлгімен сүртудің қажеті жоқ. Бұл маска бетіңізді жасартады. 2 ас қасық киви жұмсағын 1 шай қасық зәйтүн майымен және 2 шай қасық сүзбемен араластырыңыз. Масканы бетке жағып, 10 минуттай күтіңіз. Уақыт өткен соң көк шаймен мақтаны сулап, масканы тазартыңыз. 5 минуттан соң бетті мұзбенен сүртіңіз. Бұл маска сіздің бетіңізді ылғалдандырады. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, арнамызға тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Пайдаларыңызға жарасын.